Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін біз сіздермен поощрение, яғни марапаттауды терапия барысында қолдануды өтетін боламыз. Жалпы поощрение дегеніміз не, оның қандай түрлері болады, онымен біз қалай жұмыс жасаймыз және оны балаға енгізу барысында қандай алгоритмді қолданамыз. Осы сұраққа ең бірінші жауап берейік. Жалпы марапаттау дегеніміз бұл бізге не үшін керек? Марапаттау поощрение кез келген түсінігі қалыптаспаған немесе өте қатты агрессиясы бар мінез құлығында бұзылысы бар балаларды міндетті түрде белгілі бір деңгейге шығаратын әдістердің бірі болып саналады. Яғни сізді тыңдамайтын, сізге қарсылық танытатын, сізген жұмыс жасауға мүлдем контактыға байланысқа түскісі келмейтін балаға біз осы поощрениені қолданамыз. Жалпы бала үшін нақты не күшейткіш екенін біз анықтап аламыз. Поощрение бізге не береді? Баланың ең бірінші әрине біз оны білеміз, мотивация береді балаға. Мына жұмысты аяқтасам, мен саған мынаны беремін. Яғни стимул балаға сол іс-әрекетті жасауына. Одан кейінгісі баланың жалпы жұмыс жасау процесінде жақсы, әдемі, бізге қажетті, баланың өзіне де қажетті жағымды мінез құлықтарды бекіту мақсатында біз осы поощрение қолданатын боламыз. Ал енді біздер бұл марапат бала үшін жалпы құндылығы бар стимул болып саналады. Ол маманға ұнаған нәрсе ол марапат болып саналмайды. Марапат ол міндетті түрде ол балаға ұнайтын зат болуы қажет. Жалпы мінез құлықты нақты анықтау, біздер мінез құлықтың не екенін білеміз. Мінез құлық дегеніміз ол нақты өлшенетін, бақылауға болатын, көзбен көрінетін баланың іс-әрекеті болып саналады. Ал енді жалпы қазір мен сіздерге мына біздің үш компонентті шарттылықты анықтауды үйрететін боламын. Жалпы бұны сіздер алдыңғы сабақтарда көрдіңіздер. Ең бірінші антициденті дейміз. Антициденттер баланың осы әрекетіне әсер етуші фактор деп айтсақ та болады. Мысалы, ол не болуы мүмкін? Баланың қарны ашып тұруы ол антицидент болып саналады. Баланың ұйқысы келіп тұруы антицидент болып саналады. Бөлмеге кіргісі келмеуі антицидент болып саналады. Бөлменің оған ұнамауы антицидент болып саналады. Маманның оған ұнамауы антицидент болып саналады. Оқушыға берілген тапсырманың ұнамауы антицидент болып саналады. Оқушының тапсырмаға деген былай айтқан кезде қарсылығы не үшін, не себепті болып тұр деген сұраққа осы антициденті жауап беретін болады. Ал енді баланың қарны ашты, антицидент орын алды. Сосын не болды? Бала сабаққа келген кезде өзінің белгілі бір мінез құлқын көрсетті. Ол өзін-өзі лақтырды. Өйткені антицидент оған назар аудару болды. Оған назар аударылмай қалды. Ол өзіне назар аударту үшін не істеді? Өз-өзін лақтырды. Ол өзін-өзін лақтыру, ол не болды? Баланың поведениесі қазіргі таңдағы жасап тұрған мінез құлқы іс-әрекеті болып саналады. Ал енді бұл последствия поведения дейміз, яғни балаға біз қандай марапат бердік, яғни бала өз-өзін лақтырды. Біз балаға не істедік? Балаға бір оны алмастыратын назарымызды аудардық. Назар аудару барысында біз оған не бердік? Белгілі бір марапат бердік. Яғни біз балаға жалпы назар аудардық десек те болады. Енді негізі антицидент баланың сабаққа кіргісі келмеуі делік. Мысалы, или болмаса біз балаға бір тапсырманы бердік, алдына қойдық, тапсырманы бала орындағысы келген жоқ, бала өзін-өзі лақтырды, жылады, қырсықты, маманға шабуыл жасады. Оның біз түсінеміз, антицидентін біз анықтап аламыз. Не үшін болды? Өйткені баланың сол мезетте үлкен дәретке немесе кіші дәретке барғысы келді. Немесе баланың қарны ашып тұрды, немесе балаға бұл берілген тапсырма ұнамай тұрды. Сонда біз не істейміз? Біз баланың поведениесін, яғни іс-әрекетін көреміз. Біз не істейміз? Біз тапсырманы жеңілдетіп көреміз. Тапсырманы жеңілдетеміз, немесе балаға тапсырманы орындатуға балаға біз әрекет етеміз, көмектесеміз, оған біз подсказкалар береміз. Бала орындағаннан кейін біз не істейміз? 0 мен 30 секунд аралығында біз балаға бірден марапаттау, поощрение беретін боламыз. Яғни
жаңа дүкендегі жағдай, иә, бала өз-өзін лақтырды, өз-өзін лақтырғаннан кейін біз не істедік? Баланы орнынан тұрғыздық, тұрғызғаннан кейін біз баланы құшақтадық, немесе балаға белгілі бір оның тұрғаны үшін біз оған не бердік? Жетон бердік, немесе бір тәтті тағамын бердік. Яғни біз балаға айттық, егер сен тұрсаң, онда мен саған жағымды іс әрекет жасаймын. Яғни бала всегда айтады, мен қазір өз-өзім лақтырдым, енді мен тұрмасам, маған ол марапатты бермейді. Мен тұрсам ғана береді. Мен мына тапсырманы орындамасам, мен осылай қырсыға берсем, маған ешкім жетон немесе тәтті чупа-чупс немесе жаңағы чипсы бермейді. Егер мен осы тапсырманы орындасам, онда маған, оказывается, чипсы беріледі. Ол не? Подкрепление. Яғни біз баладағы жақсы мінез құлықты подкреплять етуге бағыттап жатырмыз. Иә? Келесі, бізде жалпы теріс ынталандыру деген нәрсе бар. Теріс ынталандыру деген нәрсені негативное поощрение деп айтсақ та болады. Негативное поощрение ол, егер бала бір жағымсыз іс әрекет жасайтын болса, біз не істейміз? Біз ол балаға үзіліс жариялаймыз, тоқтатамыз. Немесе бала бізге кері бір мен жасамаймын, жоқ деген секілді әсер болатын болса, біз балаға жоқ, немесе тоқта, немесе маған кедергі жасама деген секілді біз баланы тоқтатамыз вовремя. Бұның өзі балаға деген теріс марапаттау, ынталандыру болып саналады. Бірақ та біз ешқашанда баланы жазаламаймыз. EBI терапияда жазалау деген сөз жоқ. Біз тапсырманы жеңілдетеміз, немесе біздер бір адаптивті мінез құлықты қалыптастырамыз. Яғни біз өзімізге жағымсыз стимулдан қашуымыз керекпіз. Яғни сен егер өз-өзіңді лақтыратын болсаң, мен саған тапсырма орындау барысында орындаған келмесе, мен саған үзіліс жасаймын. Екеуміз демалып алайық. Сосын ары қарай бірақ та жалғастырамыз бәрібір де. Немесе тоқта, тоқта деген айтамыз. Немесе маған кедергі жасама деген секілді біздер сондай өтініштерге баланы үйрететін боламыз. Енді оң марапаттау, ынталандыру ол жағымды стимул болып саналады. Балаға біз күлкі береміз, тосын сыйлар береміз, ойыншықтар береміз, тағы да басқа да осындай түрлі балаға марапаттарды беретін боламыз. Келесі, енді марапаттаудың автоматизмі қандай? Яғни біз балаға тапсырманы бердік. Мысалы, біз баланың алдына тапсырманы бердік, балаға қолын алып көмектестік, балаға тапсырманы орындауына, қызылды қызылға салуға көмектестік, бала салды, салғаннан кейін біз не істедік? Бірден баланы марапаттаймыз. Марапаттау 0 мен 30 секунд аралығында жүргізіледі. Ұзақ тапсырманы давай, бол, жаса, сосын мен саған бер. Жоқ, ондай болмайды. Бала тапсырманы орындама, біз бірден на автомате сразу балаға поощрение беретін боламыз. Мысалы, біз қандай поощрение қолданамыз? Енді қазір оған талдайтын боламыз. Мысалы, біздер оқушыларымызда мынадай ата-аналарынан хлопья бар ғой, таңғы аста жейтін хлопьяны алдырттық, себебі бала оны жақсы көреді. Біз оны тексеру барысында анықтадық, что бала соған больше назар аударады. Оған ол өте үлкен стимул, мотивация болып табылады. Сол кезде біз не істедік? Яғни біз баланың көріп қабылдау процесі бұзылған. Яғни біз не істедік? Балаға айттық. Мысалы, жай ғана бір пример. Мысалы, бегемотқа сал деген секілді баланың қолын алып көмектестік, салғаннан кейін біз не істедік? 0 мен 30 секунд аралығында бірден балаға поощрение бердік. Бала ойлап қалады, мен мынаны жасасам, яғни маған қазір марапат болады. Одан кейінгісі, мысалы, қарапайым балаға біз ойнау процесін үйретіп жатырмыз. Бала қасықты алып, қуыршақты тамақтандырады, аузына апарып салғаннан кейін біз не істейміз? 0 мен 30 секунд аралығында біз бірден балаға поощрение береміз. Яғни сен дұрыс жасаған іс-әрекетің үшін біз саған поощрение береміз деген секілді. Мен осыны сен дұрыс жасағаның үшін поощрение бер. Жоқ. Түсіндірме беру міндетті емес. Жағымды қылықты балада қалыптастыру үшін біз оған не үшін оны беріп жатырмыз? Ты молодец, ты вообще супер, я поощряю тебя за это, мен сені мынау үшін марапаттап жатырмын. Жоқ. Ешқандай артық сөз керек емес. Мысалы,
Жалпы бұл поощрениенің негізі бірнеше түрлері бар. Ол оқиға мен салдар арасындағы байланыста болуы мүмкін. Мысалы, жаңағы үй жағдайында да бала не істеді? Бала үй жағдайында анасына көмектескісі келген жоқ. Иә? Немесе үй жағдайында мамасымен жұмыс жасағысы келген жоқ. Мамасы оған айтты, сен мынаны жасасаң, мен саған компьютер планшет беремін. Бірінші жұмысты first work, яғни бірінші жұмыс жасасаң, мен саған компьютер беремін, планшетті беремін. 10 минутқа беремін. 10 минуттан кейін қайтадан алады, бірақ барлығы уақытпен шектелуі қажет. Сен осыны жасасаң, мен саған 5 минутқа үзіліс беремін. Сен осыны жасасаң, мен саған 2 минутқа үзіліс беремін. Олай да болады. Байланыссыз марапаттау дегеніміз. Яғни байланыссыз марапаттау бұл мінез құлыққа тәуелді емес, ол балаға как мотивация жұмыс жасайды. Мысалы, балаға айтамыз, егер сен осы апта жақсы жұмыс жасасаң, сен егер осы сабаққа логопедке, дефектологқа баратын болсаң, мен сені туған күніңде мегаға алып барамын. Мен сені бір тауға алып барамын. Немесе балаға жай ғана айту керек, мен сені жай ғана бір ойнайтын игровойға алып барамын, бірақ сен игровойға бару үшін сен мына тапсырманы орындау керексің, немесе осы жерге сен бару керексің. Яғни поощрение ол тек қана 0 мен 30 секунд аралығы екен деп бірден беретін дүние емес. Поощрениенің бірнеше түрлері бар. Моментальны, сол уақытта берілетін, және ол байланыссыз марапаттау, яғни балаға біз белгілі бір үлкен уақыт аралығында қоя аламыз. Сен осыны жасасаң, мен саған осыны беремін. Әрине, оның барлығы ол түсінігі қалыптасқан балаларға, яғни сол марапатты, сол айтылған уақытты, белгіленген уақытты есептей алатын балаға берілгені жақсы. Біз айттық қой, EBA терапия бұл тек қана түсінігі қалыптаспаған, немесе тек қана аутистік спектр бұзылысы бар балаларға арналмаған. EBA терапия жалпы мінез құлқында бұзылысы бар балаларға арналған. Сол себепті де біздер марапаттауды әртүрлі деңгейдегі балаларға қолдануымыз қажетпіз. Марапаттау классификациясы ең бірінші, егер сіздің алдыңызға түсінігі қалыптаспаған, аутистік спектр бұзылысы бар, немесе ЗПР, ЗПРР, немесе басқа да сенсорный нарушениесі бар балалар келетін болса, біз не істейміз? Біз балаға ең алдымен бастапқы марапаттауды береміз. Первичный поощрение деп айтсақ та болады. Ол не? Баланы біз поощрениеге үйрету үшін, яғни поощрение арқылы баланың түсінігін, команданы орындауын, бекітуін қалыптастыру үшін біз ең бірінші оларға тағамдар арқылы жасаймыз. Ол тағамдарды балаға қандай тағам ұнайды, қандай тағам ұнамайды, оның бәрін ата-анамен байланысу барысында білеміз, және сонымен қоса балаға ең көп стимул болатын нәрсені біз формула арқылы шығарып алатын боламыз. Енді ең бірінші балаға біз тағамдар, сусындар, ұйқы, қозғалу, жанасу, оттегі жыныстық қозу дейді. Бұл яғни ересектер балаларға да арналған түрлері, бастапқы основной базовый потребностьтарын жабу мақсатында. Яғни бала тапсырманы орындады, біз оған не бердік? Чипсы бердік. Бала тапсырманы орындады, чипсы бердік. Бала тапсырманы орындады, чипсы бердік. Одан бірақ біз сол поощрение, мен сені, я тебе поощряю, мен сені марапаттаймын деген ұғым бала түсінгеннен кейін, біз оны не істейміз? Екінші марапаттауға ауыстырамыз. Ол не болуы мүмкін? Ол компьютерде ойнауына рұқсат беру, белгілі бір кішкентай роликтарды көруіне рұқсат беру, ойыншықтарды ойнауға мүмкіндік беру, біздің назар аударымыз алаңға серуендетуге шығару, немесе жалпыланған бізде марапатқа жалпыланғанда бар, яғни бұл жерде бастапқы базовый потребностьтар емес, яғни біз баланы бастапқыда тамаққа үйретіп алсақ, одан кейін уже біз не үйретеміз? Естественно, біз оларды жетондарға үйретіп бастайтын боламыз. Одан кейінгісі жетон, медальдар, ақша, наклейкалар болуы мүмкін. Одан кейінгісі әртүрлі фишкаларды пайдалануға да болады. Яғни мына жерде біздер тестілеу кезінде алдын ала белгі қоятын кесте жасаңыз. Яғни біз балаларға түрлі осы марапаттау барысында, түрлі балаларға осындай поощрение жасау алдында ол поощрение істеу керек, ол арнайы кесте бойынша тұру керек. Балаға мысалы айтамыз, так, бүгін мен саған пицца беремін,
примерно бүгін мен саған сыр беремін, міне бүгін мен саған сосиска беремін, мен бүгін саған жұмыртқа беремін, конфет беремін, чипсы беремін деген секілді, немесе ойыншықтарды қойып қойса болады. Сен жасасаң мен саған мынаны беремін, сосын бүгін соны бердік деп балаға біз белгілеп отыратын боламыз. Біз стимулдардың барлығын бір қорапқа салатын боламыз, чтобы ол қорап бізде баланың көзіне көрініп тұруы үшін. Одан кейінгісі, өзіңізге және балаға ыңғайлы орынды таңдап алуыңыз қажет болады. Одан кейін стимулдар ол міндетті түрде баланың көзіне көрініп тұру керек. Бала мына тапсырманы орындап болғанша ана затты алуға асығатындай, оған үлкен стимул, мотивация болатындай болуы қажет болады. Одан кейінгісі, біздер нақты не береміз? Бірінші соны айта аламыз. Мен саған мынаны қазір чипсы беремін. Қалайша сен ол үшін мына тапсырманы орындау керексің. Қандай көлемде? Сен мына тапсырманың үшеуін орындау керексің, біреуін орындау керексің. Қанша уақытта? Міне мына таймер аяқталғанша. Немесе мен 5-ке дейін санағанша, мен 10-ға дейін, 15-ке дейін санағанша. Осы нақты базовый сұрақтарға біз жауап беруіміз қажет боламыз. Одан кейінгісі, ары қарай, енді құрылымдалған бақылау қалай жүзеге асады. Жалпы біз балалармен жұмыс жасау барысында, яғни арнайы сен мынаны орындау керексің, немесе нақты тек қана осыны орындаса мен саған тек қана осы затты беремін деген секілді балаға біз талап қойылмай жүргіземіз. Яғни тек қана сен мына марапатты алу үшін ғана іс-әрекетті жасау керексің деген нәрселерді біз баладан алып тастаймыз. Біз балаға айтамыз, жай ғана тапсырманы орындасаң мен саған беремін. Болды. Яғни ол жерде біз тек қана бастапқы мотивация балада ол поощрение ғана болып кетпеуі қажет болады. Одан кейінгісі, барлық балаға берілетін стимулдар, олар баланың қолы жетімді жерде болу керек, және ол көзге көрініп тұруы қажет. Заттарды ортадан алып тасталмайды. Яғни бала жаңағы стимулдарды міндетті түрде көзіне көріп тұру керек. Ол алыста тұруы мүмкін, ол жақында тұруы мүмкін, бірақ бала міндетті түрде алатын затын көзінің айналасына тұру қажет, яғни ол алынып тасталмауы керек. Одан кейінгісі, біздер жалпы бақылау басталмастан бұрын балаға біз не береміз, қандай стимулдар береміз. Олардың мен саған чипсы беремін, мен саған ойыншық беремін, мен саған пузырек беремін, мен саған қазір машина беремін, мен саған самокат беремін, мен саған планшет беремін. Балаға біз міндетті түрде таныстырамыз, не береміз, және оны бала алуға прям ынталанып солай тұру керек. Одан кейінгісі, барлық заттар көріну аймағында және қолжетімді жерде орналасуда. Бала өзінің таңдаған әрбір затпен ойнау уақыты тіркеліп отырады. Яғни мен саған қазір поощрение беретін болсам, сен оны 5 минуттың ішінде ойнап үлгеру керексің. 3 минуттың немесе 2 минуттың ішінде деген секілді балаға біз осындай тапсырмалар береміз. Мысалы, сабақ басталды, 9-да басталды, сосын 10:00-де біз оған балаға мыльный пузыри бердік, яғни уф деп үрлеуіне, бірақ оны біз не істедік? 4 минутқа ғана бердік. 4 минуттың ішінде бала осы тапсырмаларды деп үрлеп ойнап болу керек. Болғаннан кейін все, болды, біз ол тапсырманы алып тастаймыз. Пластилин. Егер біз балаға пластилин беретін болсақ, пластилинді 40 минут аралығында. Яғни кез келген берген заттарыңыздың, поощрениелеріңіздің міндетті түрде олардың уақыттары болу қажет. Ол 4 минут болуы мүмкін, олар тіптен 1 минутқа арналған тапсырмалар болуы мүмкін. 1 минут бір затты орындап үлгеру керек, болды, сосын оны алып тастаймыз. Келесіде балада одан сайын үлкен желание туындайды, что оны мен аламын деген секілді. Одан кейінгісі, құрылымдық бақылаулар қалай? Яғни, мына жерде деректерді енгіземіз. Келесі, жалпы құрылымдалған бақылау бізге не үшін керек болады? Давайте осыны. Не үшін біз құрылымдалған, прямо белгіленген тапсырмаларды қолдануымыз керекпіз? Бұл көп жағдайда балалардағы қажетсіз мінез құлықтардың төмен басуға үлкен әсерін береді. Былай айтқан кезде біздер көбінесе балаға кез келген заттар
қолжетімді емес. Егер сен орындасаң ғана қолжетімді. Сен кез келген тапсырманы орындайтын болсаң, заттарды, ақпараттарды қабылдайтын болсаң, егер берген тапсырманы орындайтын болсаң, мен саған осындай зат беремін деген секілді, яғни баланың тапсырманы орындау вероятностьін, мүмкіндігін жоғарылататын болады. Яғни әр заттың өзінің уақыты болған жақсы. Енді қараңыздар, біз әр сессия 20 әрекеттен тұрады. Яғни біз бір сабақта баланы 20 рет поощрять ете аламыз. Бізде өте маңызды нәрсе бар. Подкрепление, закрепление деген нәрсе. Біз бір нәрсені подкреплять ету үшін біз оған міндетті түрде балаға бір тапсырманы бірнеше 20 реттен тіптен бастапқыда поощрять етуіміз керек. Тапсырма орындады, поощряйм. Тапсырма орындады, поощряйм. Алды қолмен салды, поощряйм. Мынаны баланы алып аузына салды, поощряйм. Мына қызылды қызылға салды, поощряйм. Отыр деген кезде отырды, поощряйм. Тұр деген кезде тұрды, поощряйм. 20 рет поощрять етеміз. Жалпы балаға 4 түрлі стимул ұсынады, каждый из которых по 5 раз дейді. Мысалы, бір 4 қана стимул тұрады, сол 4 стимулды біз 5 реттен қолданатын боламыз. Одан кейінгісі келесі сессияларда 10 ретке дейін ұсынылады. Мысалы, бүгінгі бірінші сабақта сіз балаға просто, ол сізде 3 сабаққа созылуы мүмкін, 4 сабаққа созылуы мүмкін, бірақ бірінші сабақтарыңызда біз ол стимулды 20 рет қолдандық, енді екінші сабақтарда азайта береміз. 5 рет, 10 рет қолданамыз, 10 рет поощрять етеміз, 5 рет поощрять етеміз, 3 рет поощрять етеміз, 2 рет поощрять етеміз. Сөйтіп біз оның азайтатын боламыз. Түсіндік қой, сосын поощрениені ұстау, онымен көру, онымен ойнауға мүмкіндіктері дәл солай азайтамыз. Бірінші берген кезде біз балаға, мысалы, бала стимулды 5 секунд ішінде алса, стимул қосымша 5 секунд бойы қолжетімді болып қалады. Яғни бала тапсырманы орындады, бірден оған біз стимул берген кезде ол затпен ойнауға, яғни біз 5 секундқа ғана рұқсат береміз, сосын қайтадан алып қоямыз. Сосын қайтадан екінші тапсырманы береміз, сосын бала тағы да 5 секунд болады. Сөйтіп секундтарын да алмастырамыз, содан кейін мүлдем стимулды алынып тастайтын боламыз. Келесі, одиночный стимул немесе жеке стимул деп айтамыз. Бұл көбінесе бала затты алған сайын осы бланкіге біз толтырып отыратын боламыз. Яғни барлық тестілеудің соңында бала әрбір затты мүмкін болған жалпы әрекеттер санын қанша рет алғанын есептейтін боламыз. Яғни сколько раз ребенок взял, да, каждый предмет. Соның, мысалы, чипсыйды 1 рет алды, чипсыйды пружинканы 2 рет алды деген секілді. Мынаның ішіне, мынаны сіздер 20 қылып жазып қойсаңыздар да болады. Яғни біз баланың алдында бірнеше стимулдарды қойып қойып, бала соның ішінен қай затты көбірек алды деп есептеп осының ішіне жазатын боламыз. Сосын стимулдардың жоғарғы стимул. Яғни бала ең көп жағдайда лизун мен чипсыды өте қатты, оған өте қатты үлкен стимул болсын. Орташа стимулы пружинка мен пластилиндер. Өте төмен стимулдар басқа заттарды алмады, ол тек қана чипсы мен лизундарға қатты жүгірді, пружинка мен пластилинді арасында ғана алды. Біз оған 20 рет поощрять еткен кезде, ол сол 20-ның ішінен, мысалы 5 зат тұратын, 6 зат тұратын болса, сол 6 заттың тек қана чипсыды өте көбірек алды. Яғни ол бала үшін өте үлкен стимул болып саналады. Жеке стимул. Жалпы біз ең бірінші бала келген кезде балаға мысалы тапсырма беріп, оған не нәрсе өте үлкен стимул болатынын осы бланк арқылы анықтап алсақ болады. Мысалы, бала бірінші күні сізге сабаққа келді, сіз оның алдына түрлі заттарды қойып қойдыңыз, сосын біз біріншісінде балаға чипсыйды немесе бір зат басқа лизунды балаға бердік. Бала түсінді. Значит, мен орындасам, маған марапаттау береді. Сосын біз баланың ең көп стимулировать ететін нәрсесін бақылаймыз. Яғни тапсырма орындағаннан кейін не істейміз? Балаға таңдауға мүмкіндік береміз. Кейбір балалар өте көп жағдайда чипсыйды өте көп, 20 болса, соның 10 ретінде немесе тіптен 15-20 ретінде де тек қана чипсыйды ала беру мүмкін. Яғни біз түсінеміз, біз кез келген жаттығуды балаға беру барысында чипсымен оны стимулировать ете аламыз. Бірақ сосын әрине оны жаймен алмастыратын боламыз, жаңағыдай азайтып.
Жалпы жеке стимулдың айырмашылықтары бұл балаға мотивировать ететін, а, яғни баланың не затты қалайтынын және оған не стимул болатынын ерте тез анықтауға мүмкіндік береді. Одан кейінгісі баланың қалауларын ең қарапайым тәсілмен анықтауға мүмкіндік береді. Жаңағыдай просто баланың көзіне көрсетеміз и бала сол заттарды алу мақсатында. Бірақ бұл жерде тоже кемшіліктер бар. Яғни кемшіліктер қандай? Ол затты таңдау фактісінің өзі әрдайым оның бала үшін қаншалықты маңызды екенін көрсете бермейді. Мысалы, бала ол сол күні чипсыларды ала беруі мүмкін. Неге? Өйткені оның қарны ашып тұруы мүмкін. Негізінде ол ризунды қатты жақсы көруі мүмкін. Сол себепті мына бланкіні бірнеше рет толтыратын боламыз. Яғни бүгінгі сабақта қанша затты бала алды. Сосын жұптан таңдау. Жаңағы мен айттым, иә, мысалы баланың алдына біз бірнеше заттарды қоямыз. Не істейді бала? Белгілі бір уақытта екі затты көрсетеміз. Мысалы, мынау немесе мынау. Қайсысын аласың? Бала постоянно бір затты алуы мүмкін. Мысалы, әрбір затты басқа затпен жұптастырып отырамыз. Мысалы, жаңа робот алды ма, енді роботтың қасына пузырек қоямыз. Пузыректің бәрібір де робот алды ма, біз оның орнына тағы басқа затты қоямыз. Сосын екеуінің бала үшін қайсысы басым болып саналатынын анықтап алатын боламыз. Одан кейін бізде мынадай формула бар. Бұл жалпы балаға жұптан таңдау деп айтады. Қазір осы формуламен жұмыс жасау барысын сіздерге көрсететін боламын. Міне, мына жерде қарапайым формула. Бұл нені білдіреді десек, бұл формула неше затты бір-бірімен жұптастыру керек деген сұраққа жауап беретін болады. Мысалы, мына бізде n деген бар, n зат бар. Әрбір затқа басқаларымен бір реттен ғана салыстыру керек. Мысалы, қайталамау керекпіз. Енді, мысалы, 6 стимул алайық. Здесь, получается, у нас 6 стимул, да? 6 стимул болады. Мысалы, да, қандай? Машина, доп, пузырек, планшет, музыка болуы мүмкін, иә? Біз балаға екі-екіден ұсынамыз. Әр стимул балалардан бір рет кездесуі керек. Так, давайте қалай санаймыз? Бірінші стимул, ол бізде машинка. Ол машинканың қасына, ол доппен, машинканың қасына пузырекпен, машинканың қасына печеньемен, планшетпен, музыкамен 5 рет жұптастырамыз. Екінші стимул доп. Доптың қасына пузырек, яғни бала қайсысын жиі постоянно ала береді. Соны санаймыз да, сол бойынша біздер баланың основной, ең үлкен, оны стимулировать ететін затты анықтап аламыз, бір сөзбен айтқан кезде. Енді бұл формула не үшін? Жалпы формула оны жылдам есептеу үшін болады. Мына жерде мысалы қараңыздар, n көбейтілген n-1 бөлінген 2 тең болады деп кете береді. Мысалы, n-нің орнына баланың қажеттілігі 6 зат бар. Әр зат 5 затпен кездеседі. Бірақ әр жұпты 2 рет санау үшін 2-ге бөлеміз бұл жерде. Мысалы, өмірден мысалда 6 адам бір-бірімен қол алысады. Мысалы, 6 адам келді, бәрі бір-бірімен қол алысады. Әр адам қалаған 5 адаммен қол алысады. Бірақ бір қол алысуды 2 рет санамаймыз. Неше қол алысу болады? Естественно, 15 болады, иә? Енді дәл осы принципте жұмыс жасайды. N затты бір-бірімен қанша рет жұптастыру керек? Сол, мысалы, 6 затты, 6 стимул болады мына жерде. 6 затты біреуін алып тастаймыз, яғни 5 затпен, ол өзі 6 зат қой, соның біреуін итак алып тастаймыз. Өйткені ол бір зат адам өзімен қосқанда 6 болады, әр адам қалған 5 адаммен қол алысып шығатын болады. Және оның барлығын біз не істейміз? 6-ға көбейтіп, сосын 2-ге бөлеміз. Яғни, получается, 15 шығады. Мына жерде міне, яғни қай зат бала үшін өте маңызды. Қорытынды. Бала көпіршіктерді 100% жағдайда таңдады. Яғни ол қанша затпен біз екеуіміз бүйтіп мына зат па деп ұсынған жағдайда ол бала постоянно пузыректарды таңдады. Сондықтан олар мінез құлықты тиімді ынталандырудың ең жоғары әлеуетке ие деп айтсақ та болады. Яғни бұл дегеніміз не? Сіз баланы кез келген тапсырманы беру барысында пузырекпен стимулировать ете аласыз. Яғни пузырек арқылы баланы бірден біз ынталандыра алатын боламыз. Жұптан таңдаудың айырмашылығы осы. Біз баланың неге өте қатты қызығатын біз бірден таңдай аламыз.
көп нұсқадан таңдауда барлық стимулдар баланың алдына қатар қойылады, нұсқау беріледі. Енді қарапайым мына формуламен мен шығарғым келмейді, Гүлсара, бұл формула маған қиын десеңіздер, пожалуйста, баланың алдына біз өте көп ойыншықтар береміз. Бала постоянно біреуін таңдайды. Жаңағы таңдалған ойыншықты алып тастаймыз, сосын қайтадан қалған ойыншықты береміз. Сөйтіп келген кезде бала соңында соңғы бір ойыншықты алады. Бірақ сол стимулды сол заттарды қайтадан шығарған кезде бала қайтадан бірінші сол затты таңдап алуы мүмкін. Яғни біз сол арқылы білеміз, что бала осы машинаға өте қатты қызығады басқа заттарға қарағанда, өйткені ол оны постоянно бірінші алады. 10 секунд бізге стимулды анықтауға тек қана 10 секунд қана жеткілікті. Одан ары қарай біз бермейміз балаға. Міне, мысалы, осы порядокпен берсеңіздер болады. Мысалы, бірінші бусы моншақтар қоямыз, екінші лизундар қоямыз, бірақ бәрін орындарын ауыстырып қоямыз. Келесі балаға осы тапсырманы қайталап беру барысында біз заттарды тағы да ауыстыратын боламыз. Түсіндік қой, яғни көптен таңдаудың артықшылықтары ең жылдам тез қорытынды жасауға бізге возможность мүмкіндік беретін болады. Енді бұл тестілеу әдісін біз таңдау барысында қазір так, менің даусым шықпай қалды, жарайды. Жақсы. Ары қарай кеттік. Жалпы тестілеу барысын біз осылай анықтап аламыз. Кез келген баланың алдыңызға келген кезде оған поощрение берместен бұрын біз оны тестілеп аламыз. Оған жеке бір затты ғана бере аламыз, яғни бір ғана чипсы беріп, сонымен поощрять ете беруге боламыз. Бірақ егер оған бала көнбейтін болса, ол оны мотивировать етпейтін болса, басқа затпен жеке-жеке заттармен алмастырамыз. Ал енді баланың алдына өте көп заттарды қойып, баланың өзі таңдауына мүмкіндік берсек те болады. Келесі жұптық балаға біз сен мынаны немесе мынаны таңда деген секілді біз балаға бірнеше варианттарды ұсынып бере аламыз. Одан кейінгісі, енді осыны анықтағаннан кейін біздер балаларға не қандай поощрение қолданатынымызды, оны не мотивировать ететінін бірден анықтап ала алатын боламыз. Одан кейінгісі тестілеу мен деректерді талдаудан кейін біз ортаны ұйымдастырамыз. Яғни біз жаңағы жоғары және орташа балаға стимул болатын заттарды алып, сол арқылы баланы ары қарай поощрять ете беретін боламыз. Бірде бір рет таңдалмаған стимул ортадан алынып тастайды. Яғни балаға ол нәрсе керек емес. Бір-екі рет таңдалған, бірақ сосын таңдалмай қалған, тек бір рет қана таңдаған, тек екі рет қана таңдаған стимулдар болса, тоже оларды алып тастаймыз, немесе еркін қолжетімді жерге қойып қоямыз. Но оны прям былай дәл сол сабақта поощрение есебінде қолданбаймыз. Яғни альтернативный вариант есебінде қолданып отырсақ болады. Біз баланы тамақпен табиғи тұрғыда поощрять еткеннен кейін біз не істейміз? Одан кейін жетондарға ауысамыз. Жетондарды жалпыланған шартта ынталандыру. Жетон қолдану барысында бізде өте маңызды, былай айтқан кезде, шарттары бар. Кез келген жетон, міне мысалы, бір жетон, бір сабақта берілетін жетон. Әрбір жетон жинаған кезде ол дәмді тағам алуы мүмкін, ойыншық алуы мүмкін, қалаған әрекет қолжетімді мүмкін, немесе ауыстыруды, немесе үзілісті талап ете алатын болады. Яғни бала әрбір жетонға, мысалы, бір тапсырманы орындады, жетон бердік, бір тапсырманы орындады, жетон бердік, тапсырманы орындады, жетон бердік. Сөйтіп, мына жердегі 10 тапсырманы орындағаннан кейін бала айтады: болды, сен ойнай аласың.
яғни бәрі карточкамен пэкспен көрсетіліп тұруы қажет. Бұл өте маңызды. Аха, міне. Негізі жетондар жиналса сыйлық беруге де болады. Мына жерде мысалы қараңыздар, мына жетонның барлығын бала 10 жетон жинады, 10 жетоннан кейін біз оған приз бере аламыз. Немесе кейбір бірінші кезеңде ешқандай талап болмайды, біз жай ғана балаға біз подаркалар, сыйлықтар береміз. Екіншісінде минималды талаптар болады. Яғни сен жасасаң, мен сені демалуға жіберемін, мен сені ойнауға жіберемін деген секілді. Уже үшінші кезеңде біз оған ешқандай не бермейміз. Бір сондай сыйлық, ешнәрсе бермейміз, жай ғана бағдарламадағы тапсырмаларды ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Яғни міне қараңыздаршы жетондарды. Кез келген жетонды алу барысында біз балаға міндетті түрде оны не үшін аласың деген нәрсені көзіне көрсетіп қою керекпіз. Бұл балалар визуальный восприятие оларда өте жақсы. Сол себепті біз визуалды тұрғыда бәрін оларға көрсетіп отыруымыз қажетпіз. Негізі жетондарды біз санын біртіндеп арттырамыз. Негізі мына жерде тіптен екі жетон қойсаңыздар да болады. 2 жетон алды, ойнауға барды. 3 жетон алды, ойнауға барды. 4 жетон алды, ойнауға барды. Ертең сіздерге балаларға енгізетін жетондарыңызды осылай міндетті түрде 2-ге, 3-ге, 4-ге, 5-ге, 10-ға сөйтіп бөліп қоясыздар. Себебі бірден 10-дық жетонды сіздер енгізе алмайсыздар балаларға. Ол өте қиын болады. Тіптен балаға ол ынталандыруға әкелмеуі мүмкін. Енді мына жерге ынталандыру мәзірі меню, поощрение менюі. Мысалы, сен мына тапсырманы орындадың, мен саған мынадай ойын сурет салуға бердім, мен саған айпад бердім, мен саған жатуға мүмкіндік бердім, мен саған телефон қарауға, мен саған компьютер ойнауға, мен саған 8 сурет салуға. Бәрі санмен жазылған. Мен саған 5 кәмпит беремін. Мен саған 8 рет айпадты 8 минутқа, 5 минутқа жатуға мүмкіндік беремін. Бәрі санмен шектеледі міндетті түрде. Егер бірдеңе дұрыс болмай жатса, бала ынталандырудың өзін емес, жетондардың өзін көбірек қалауы мүмкін. Яғни кей жағдайда балалар олар тапсырманы орындамай тұрып жетон алғысы келеді. Яғни біз ондай жағдайда жетондарды әлі енгізбейміз. Яғни балаға қайтадан сол бірінші реттік тағамдық поощрение жалғастыра береміз. Солай баланы стимулировать етеміз. Бала жетонды жинау үдерісіне мүлдем қатыспауы мүмкін. Кейбір балаларға жетондар мүлдем қызықсыз болуы мүмкін. Оларға бәрібір болуы мүмкін. Сен жетон беріп жатсың ба, беріп жатқан жоқсың ба? Сол үшін де біз оларға әлі жетонды енгізбейміз. Бала дайын емес жетонға. Бала жетондармен жұмыс істеу кезінде оларды шашып жіберіп, айқайлап және агрессивный мінез-құлық басқа түрлерін көрсету мүмкін. Это нормально. Это нормально. Ол нәрсені біз қалыпты деп қабылдау керекпіз. Неге? Өйткені бала анау жеткенше шыдамы таусылуы мүмкін. Сол себепті біз айтамыз, жетонды енгізу барысында бірден 10 жетонды енгізбеңіздер. Екеуден, үшеуден бар енгізіңіздер деп. Жалпы өздігінен орындалған дұрыс реакциялар саны артпайды. Яғни егер балаларда положительный подкрепляющий мінез құлықтары жақсы деңгейде өспей жатса, бала әлі түсінген жоқ, что мына тапсырманы орындаса ол жетон алатын болатын болса, немесе бәрібірде жетон алуға тырыспайтын, ол оны мотивировать етпейтін болса, біз қайтадан тамақ процесіне өтеміз. Яғни бала жетонға әлі дайын емес деген сөз. Түсіндік қой, иә? Ал енді қосымша әдебиеттер сіздер өздеріңізге Wildberries'тен осы кітаптарды заказ беріп алсаңыздар болады. Подкрепление мотивация қалай жүргізіледі, қандай алгоритммен. Негізі осы алгоритмдер барлығы осы кітапшалардың іштерінен алынған, бірақ та тағы ішінде өте көп ақпараттар бар. Алып қарасаңыздар болады. Сіздерге деген бұл қосымша ақпарат болып саналады. Сол себепті міндетті түрде қараңыздар, оқыңыздар, ары қарай дамыта беріңіздер.